Теректі ауданының Новопавлов ауылында жайлау атты мәдени-танымдық этнофестиваль өткізілді. Бұл күні ақжаулықты әжелер ұршы қиырып, киіз басты, диірмен тартып айран пісті. Қымыз аштудың да қыр-сыры көрсетілді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен шарада сондай-ақ ұмыт бола бастаған ұлттық жора жолғы көрсетіліп, ұлттық қолөнер көрмесі ұйымдастырылды. Үстіне кішкене мұздай су құямыз да пісеміз дейді. Сосын одан айран шығады. Мынаның майы түседі, мына бетіне өзі белгілі. Сосын бұны кастрюльге аударып алып, бетіндегі майды ожаумен сапырып аламыз. Бір сапар келсем май шығады. Айранды ағаш күбімен пісу бүгінде ұмыт болған кәсіптің бірі. Негізінен ағабудың жадында қалған. Сондықтан да шартараптан жиналған әжелер этнофестивальге келгендерде ұлттық қолөнер, салт дәстүрлермен кеңінен таныстыруға тырысты. Мәселен, Ақсуаттық Азета Мусина келі түйіп диірмен тартса, Ақжан Мерғалиева құрақ құрады. Ақжайық ауылынан келген әжелер ұршы қиырып киіз басты, ал Алтын Жаңашева ши тоқудың қыр-сырына тоқталды. Киіз тіккен ертерек кездерде. Мынау жүндерді пайдаланып, адай ши жасап, тұтынан орайды анау жақты қара шиді. Сосын барып мынаны онан кейін орайды, мынау шимен, ақ шимен. Мынау шаң болып қалмасын, құр болып қалмасын деп, әрі жылы болады дейді. Ауылдың шетінде ақшаңқан үйлер тігіліп, бозбаламен бойжеткен алтыбақан тепсе, балақайлар асық ойнады. Келіндер сәлем салудан сынға түсіп, жеткіншектер ләңгі теуіп жарысты. Этнофестиваль мақсаты бабалар дәстүрін ардақтап, жастардың бойына ұлттық тәрбие нәрін сіңіру. Келі түйу, жүн сабау, бұрынғы қазақтың дәстүрлерінің бәрі бар. Қымыз дайындау, айран пісу, жаңағы диірмен тарту, барлығына біз дайындалып келдік. Сосын келіндердің сәлем салуын да үйреткенбіз кезінде, ол келіндер сәлем салып жатыр. Ши тоқу, ақ ши, тұр ши тоқу. Сосын жаңағы келі түйу, барлық шараның барлығы көрініп тұр қазір. Ашамайға мінгізу рәсімі де бүгінде сирек кездесетін салт. 6-7 жастар жеткіншекті бәсіре тайға ашамайын ертеп мінгізет. Алаңға жиылған халық жылы лебіздерін айтып көрімдік беріп жатты. Бұл баланы жауапкершілікке жүктейтін жоралға. Осылайша жиналғандар көшпелі халықтың жайлаудағы тұрмыс тіршілігіне куә болды. Этнофестиваль соңында ләңгі тебу, асық ату ойындарына қатысып орын алғандар марапатталды. Рауан Дияли, Аягөз Айтқалиева, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.